Сәлем баршаларыңызға. Бүгін сіздерге осындай қаламсаптың тігілу жолын көрсететін боламын. Қаламсапты тігу үшін бізге мата керек. Мен өз жағдайымда осындай турецкий велюр матасын, ХБ мата және флизелин, түстес замок және жіп алып дайындап алдым. Бұл жерде бұлардың размерін 26-да 27 сантиметр етіп алдым. Ең бірінші біз астарды бұлай қоя тұрып, турецкий матамыздың теріс бетіне флизелиннің жылтырақ, яғни клейі бар бетін жабыстыратын боламыз. Флизелинді қарасаңыз, бір беті осындай жылтырамайды, ал екінші беті осылай жылтырайды. Осыны қойып жабыстырып аламыз. Міне флизелинді үтектеп жабыстырып алдық. Енді оң бетінен қарағандағы артық жерлерін қиып тастайтын боламыз. Міне қиып алып тастадым жандарын. Бірденнен осының ешқандай узор жасамай, бірден тіксек болады, немесе сырып тігіп, квадратик қылып узор жасасақ та болады. Мен қазір бұны сырып тігетін боламын. Сол үшін бірінші бұған линейкамен, бормен сызып алам. Міне барлығын сызып алдым. Енді түзу тігіспен тігіп шығатын боламыз. Міне, мен барлығын осылай әдемі етіп сырып тігіп алдым. Енді замокты қондырамыз. Ол үшін замокқа осылайынан белгі қойып аламыз. Теріс жағына ашып, осылайынан қойып, үстіне астарымызды қойып, тігіп алатын боламыз жиектерін. Егер қиын болатын болса, инемен басын қыстырып алыңыздар. Екінші жағында дәл солай, жаңа белгі қойған жерімізге дәл етіп қойып, үстіне астарын қойып, осылай екі шетін тігіп аламыз. Міне замокты тігіп алдым. Міне оң бетін айналдырдым. Енді осы замоктың жиегін жиектеп тігіп шығамыз. Екі жағында. Міне замоктың екі жағын тігіп алдық бір тігіспен. Енді теріс бетін айналдырамыз.
замогын жауып алдым. Енді дәл ортасын белгілеп, міне, дәл ортасын тауып, соны мына замок тұрған жерге қоямыз. Дәл ортасына. Дәл осылай жанын тауып аламыз. Мен бұл жерде 3 сантиметрде 3 сантиметр алып тастайтын боламын. Міне, мына жерден 3 сантиметрді тауып алып, осылайынан, және екінші жағынан да дәл солай. Барлық жерін осылай 3 сантиметрдан белгілеп шығамыз. Міне мен барлық 4 бұрышын 3 сантиметрде 3 сантиметр етіп белгілеп алдым. Және астар екеуін біріктіріп, инемен қыстырып алдым. Енді осыны қиып алып тастаймыз. Енді міне қиып барлығын дайындап алғаннан кейін, осындай замоктың жанындағы шетті 1 сантиметрде тігіп шығатын боламыз. Замокқа дейін және замоктан кейінгі жерлерін негізгі матанды, астар матанды тігіп шығамыз. Енді замогын ашып алдым. Осы маталардың біріккен жерін, именно замок тұрған жерді бүкіл барлық матаны біріктіріп отырып тігеміз. Енді міне ашық тұрған 4 бұрышын тігіп шығамыз. Оны тек осылайынан дәл етіп қойып, тігіп шыға қоямыз. Міне 4 бұрышын тігіп алдым. Енді екінші жағында дәл осылай тігіп шығатын боласыздар. Дәл осылай жаңа жанын және мына бұрыштарын тігесіздер. Тек қана астар матанын бір бұрышын тікпейміз. Міне екінші жағында тігіп алдым. Тек осындай ішкі астар матанын бір шетін ашық қалдырдық. Осыдан қазір біз қаламсабымызды оң айналдыратын боламыз. Енді осы жерді тігіп аламыз. Осылайынан тігін машинасында тігіп аламыз. Міне осымен біздің қаламсабымыз дайын болды.
Егер видеом ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеомды толық қарағандарыңызға көп-көп рахмет.